Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай ерекше сникерс жасаймын. Нуга суфле қосылған. Біз ең алдымен сол жаңағы суфлеге кірісеміз. Бізге белок керек. Белокқа кішкене ғана тұз саламыз. Сосын оны миксермен кішкене ғана араластырып, осылай көпіршітіп аламыз. Енді бізге сироп қайнату керек. Мына жерде бізде шекерге кішкене су құйдым және мед. Егерде мед болмаса, глюкозный сироп құйсаңыздар болады. Мына жерде мен уже желатинді қатырып қойдым. Енді осыны біз микроволновкаде ерітіп аламыз. Ал бізде міне суфлеге қосылатын, мына жерде бізде арахисовая паста және дробленный арахис. Осы екеуін біріктіріп араластырып аламыз. Міне бізде сироп дайын болды. Сироптың градусы 120 градусқа жету керек. Енді жаңағы біздің белокты қайтадан жалғастырып миксермен араластырамыз да сиропты жаймендеп құямыз. Өте қатты абай болыңыздар. Сиропты қатты құйып жібермеңіздер. Сироп өте ыстық. Осылай видеода қалай көрсетілген, солай жасайсыздар. Міне меренга өзін ұстап тұру керек. Енді осыған біз жаңағы араласқан арахисовый пастамен арахисті араластырамыз. Және микроволновкадан желатинді ерітіп алып құямыз. Енді барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Осы суфлені диаметрі 16 сантиметр кольцоға осылай астына пищевой пленканы қойып, үстіне құйып, морозильникке 2 сағатқа жібереміз. Бетін міндетті түрде пищевой пленкамен орап жауып қойыңыздар, өйткені морозильниктегі иістер сіңіп қалуы мүмкін. Міне осылай тегістеп аламыз да, морозильникке жібереміз. Ендігі кезек бізде бисквит. Жұмыртқамен белок, сарысымен белогын, ақуызын қазақша айтқанда араластырып меренга жасаймыз. Шекерді бірден салмайсыздар, осылай 3 немесе 4 бөліп саламыз. Миксерді жақсылап қанты ерігенше араластыру керек. Міне өзін жақсы ұстап тұратын меренга болды. Ендігі кезек жылток. Бізде шоколадный бисквит болғандықтан, шоколадный бисквитіміз какао қосылған соң қаттырақ болады. Сол жұмсақ болып тұрып үшін бізге кішкене ғана оливковый май құйып жіберу керек. Осы жылтогына оливковый майды құйып араластырып, жаңағы белогымызға жаймендеп құямыз. Мына жерде бізде құрғақ ингредиенттерден какао, ұн, крахмал және разрыхлитель. Міне жаңағы жылтогымызды салып, астынан үстіне араластырамыз. Құрғақ ингредиентті бірден салмаймыз. Мен осылай 4 бөліп салдым. Жақсылап астынан үстінен араластырамыз. Қызып тұрған духовкаде 170 градуста шамамен 23-25 минутта пісіп шығады. Міне біздің бисквитіміз дайын. Суды толығымен осылай фольгасын алып тастап, кольцодан пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Енді бисквитті теңдей етіп 3-ке бөліп аламыз. Менде осындай специальный резканың көмегімен бірдей етіп барлығын бөліп алдым.
Енді бізге темный шоколад қажет болады. Оны микроволновкаде осылай ерітіп аламыз. Бұл біздің кремімізге керек болады. Ал мына жерде бізде творожный сыр және сахарная пудра. Осыны жақсылап бір келкі етіп, түйіршігі кеткенше жақсылап араластырып. Кішкене сливкиді құйып тағы араластырып жібереміз. Енді бізде мына жерде жаңағы шоколадымыз. Шоколадтың температурасы 31-32 градус болу керек. Қатты ысып кетсе, біздің кремімізді жұмсартып жібереді. Міне барлық сливкиді құйып, барлығын бір келге етіп араластырып, үстіне шоколадты құйып, барлығын бірдей етіп араластырып, крем жасап аламыз. Өзін мықты ұстайтын жақсы крем болып шығады. Енді осы кремді кондитерский мешокқа салып, дайындап қоямыз. Міне біздің суфлеміз морозилкада 2 сағат тұрды. Енді оны кольцодан осылай пышақтың көмегімен түсіріп аламыз. Ендігі кезек бізде карамель. Карамельді шекерді осылай асты қалың келген кастрюльге, ыдысқа салып, шекерімізді ерітеміз. Шекеріміз осындай қоңыр түске келгенде үстіне ыстық сливкиді құямыз. Сонымен астын отын сөндіріп, екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Үстіне сары майымызды салып, барлығын бірге жақсылап араластырып, оны басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен контакт етіп жауып, толығымен суығанша жібереміз. Карамеліміз суыған соң, үстіне арахисті салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді біз торттың сборкасына кірісеміз. Міндетті түрде бисквитті пропитка жасап аламыз. Менде тек осылай сүтпен жасаймын. Сөйтіп, видеода көрсетілгендей етіп, кремімізді жағып, ішіне жаңағы карамель мен арахисті салып, үстіне бисквитті салып, қайтадан пропитка жасап, одан кейін кішкене кремді жағып, үстіне жаңағы суфлені қойып, толығымен барлығын видеода қалай көрсетілген, солай сборка жасап, сборканы жасап болған соң, сыртына аттестатный пленкамен орап, кольцомен жауып, енді бұны холодильникке бір түнге толығымен сіңгенше жібереміз. Тортымыз бір түн холодильникте тұрды. Енді сыртына оформлениесіне кірісеміз. Менде сол алдында қалып кеткен кремді осылай сыртына толығымен жағып шықтым. Бетіне осы молочный шоколадты сливкімен ерітіп, осылай шоколадный подтеки жасадым. Маған бұл тортты заказ берген болатын, сол заказға жасадым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.